Өмірге адам болып келген соң, саналы тіршілік иесі ретінде адами болмысқа сай әрекет ету адам өміріндегі негізгі құндылықтардың бірі. Бауыржан Момышұлы атамыз адам болу қасиет, азамат болу міндет, патриот болу парыз деп айтып өткен. Адам болу үшін жай ғана адам болып туылу жеткіліксіз. Адам боламын десеңіз, адами қасиеттерді бойымызға сіңіріп, оны сақтай білуіміз керек. Абайша айтатын болсақ, 3 нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Мықты жазушылардың бірі Гете, кісі болу дегеніміз күрескер болу деген сөз деп тауып айтқан. Біз пендеміз, пенде болған соң жаңылмау мүмкін емес. Жаңылсамыз, қателесеміз. Ал сол қателіктерден сабақ алып, сезініп, дұрыс ой қорытындысын жасап, алға қарай саналы әрекет ете білу, дамуға, өркендеуге, өзінің адами болмысын сақтап қалуға деген қадамдардың бірі болып табылады. Адамның іс-әрекетіне қарай, аң мінезді адам, аңнан да жаман деген сөз де бар. Адами қасиеттерді бойға түйіп, уақыттың қадірін біліп, сын қабылдап, мін түзей білу, қарапайым, кішіпейіл, адал, мейірімді бола білу нағыз адамның идеал формасы. Мұхтар Әуезов адалдықты басты орынға қоя отырып, күшіңе сенбе, адал ісіңе сен деп айтып өткен. Адалдық адамгершіліктің аса маңызды талаптарының бірі. Ол жалған сөйлемеу, уәдеде тұру, ар-ождан, пәктік, жан тазалығы секілді асыл қасиеттердің жиынтығын қамтиды. Шыншылдық, турашылдық, өлмес рух пен арлылықтың, адалдықтың алғы шарты. Елімізде кеңінен тараған, ақылды болсаң, арыңды сақта, ар-ождан керек әр уақытта деп айтылған нақылы осының дәлелі шығар.